Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл пиццериядағыдай небәрі 10 минуттың ішінде пісіп шығатын, ешқандай ашытуды қажет етпейтін, қамыры мақтадай жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын екі түрлі пицца жасап көрсетемін. Сонымен қатар толықтай түсіндіріп айтатын боламын. Сол себепті видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, дәл осы пиццаның жасалу жолын тамашалаңыздар. Дәл осы пиццаның құрамына қосылатын заттар тізімі мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырдым. Дәл сол жерге қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі енді сөзсіз өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепттердің бірі. Рецепт пайдалы болып, жасалу жолы ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, әлеуметтік желіде дәл осы рецептпен де бөлісе отырыңыздар. Ендеше кірісейік. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, қаймақ, 2 дана жұмыртқа, майонез, орегано ұнтағы, қызанақ, саңырауқұлақ, ысталған шұжық және де сыр қажет болады. Дәл осылай жуып тазалап алған саңырауқұлақтарымызды пышағымыздың ұшымен осылай ақырындап қана беткі бөлігін тазалап алып тастаймыз. Осылай тазалап алған саңырауқұлақтарымызды пышағымыздың көмегімен майда бөліктерге бөліп шығамыз. Құрамына саңырауқұлақ қосылған пиццаны бұрын-соңды жеп көрмеген болсаңыз, онда дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Қызанағымызды да және де ысталған шұжығымызды да өз қалаған формаңызда турап алсаңыз болады. Мен осылай домалақ формаға келтіріп, барлығын турап дайындап алдым. Құрамына қосылатын сырымызды да алдын ала үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Таза құрғақ ыдысымызға қаймағымызды және де оның үстінен майонезімізді, 2 дана жұмыртқамызды, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды және де 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің дайындап жатқан пиццамыздың қамыры шамалы сұйықтау болады, яғни пергамент бумагасына төсеу барысында біршама қолымыздың көмегімен немесе қасығымызбен жайып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, дәл осы қоймалжың массамызды теңде 2 бөлікке бөліп дайындап қоямыз. Біздің пиццаларымыз мінсіз болып шығу үшін міндетті түрде осылай пергамент бумагасына кез келген диаметрімізді қаламымызбен сызып дайындап алып, одан кейін үстінен 2 бөлікке бөлінген қамырымыздың 1 бөлігін салып, қасығымыздың көмегімен осылай жақсылап тегістеп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен кез келген кетчубымызды салып, тағы да қасығымыздың көмегімен бір тегіс етіп жағып аламыз. Яғни біздің кетчубымыз қамырымыздың бетін толықтай жауып тұратындай болу керек. Осымен қамырымызға кетчубымызды толықтай жағып алдық. Ендігі кезекте дәл осы қамырымыздың үстінен алдын ала үккіштен өткізіп алған сырымызды осылай себелеп салып шығамыз. Пиццаның құрамына қосылатын сырдан міндетті түрде моцарелла сырын пайдаланыңыздар, сонда сіздің жасаған пиццаңыз өте дәмді әрі мінсіз болып шығады. Және де кесу барысында біршама созылып, дәмді болып шығуына өз септігін тигізеді. Осылай пиццамыздың бетінен алдын ала турап алған саңырауқұлақтарымызды жайғастырып, оның бетінен осылай шамалы орегано сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Алып қалған қамырымыздың екінші бөлігінде дәл осындай пергамент бумагасына салып, қасығымыздың көмегімен тегістеп шығамыз. Және де үстінен кетчубымызды салып, оны да жағып аламыз. Дәл осы қамырдың екінші бөлігіне алдын ала турап алған қызанақ пен ысталған шұжығымызды бір тегіс етіп салып шығамыз. Дәл осы рецепт ұнап жатса,
каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Әрбір жазылған пікір менің каналымның дамуына өз үлесін тигізеді. Сонымен қатар, каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, қасындағы қоңырауша белгісінде баса кетіңіз. Сонда менің әрбір салған видеом бірінші сізге көрінетін болады. Пиццамызға неғұрлым сырды көбірек салатын болсаңыз, соғұрлым біздің пиццамыз созылғыш келеді, әрі өте дәмді болып шығады. Шеткі бөліктеріне осылай ысталған шұжығымызды және де ортаңғы бөлігіне домалақтап туралған қызанақтарымызды жайғастырып шығамыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген сырымызды осылай себелеп, алдын ала қызып тұрған пешімізде 10 минуттың көлемінде, әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан, уақытын және де қызу деңгейін байқап отырып пісіріп алыңыздар. Сырдың үстінен міндетті түрде осылай шамалы орегано сеуіп жіберіңіздер, сонда пиццаларыңыздың дәмі өте керемет болып шығады. Осымен біздің небәрі 10 минуттың ішінде құрамында ешқандай ашытқысыз және де ашытуды қажет етпейтіндей дәл осындай пиццаларымыз дайын. Рецепт ұнап жатса, дәл осы құрам бойынша сіздер де әзірлеп көріңіздер. Дәмі енді сөзсіз, әрі мақтадай жұп-жұмсақ болып шықты. Сонымен қатар, менің каналымнан түрлі тәттілер мен сусындар, қысқа арналған салат түрлері және де ыстық тағамдар мен мерекелік дастарханға арналған салат түрлерін де таба аласыздар. Ол үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар, ал бізге ас болсын. Сіздермен болған Гүлнұр, назарларыңызға рахмет, баршаңызға сәтті күн тілеймін.